Honoré de Balzac, Антуанетта шығармасы. Кім көрді көңіл бүтінін, тәубедер айтып шүкірін, өтеуде екен бір сұлу, ұйғарған тағдыр үкімін, түбіне ойдың құламақ, қайтесіз оны кінәлап, Құдайдың күні қуарды, күні түн етіп мінәжат, жазалы болған жүрегі, азасын тұтып жүреді, айналып барат жырыма, сұрықсыз сұрғылт сүреңі, жанары оның күлмеді, қандайлық тірлік сүргені, мәнісі ешбір болмады, қызығы көрген күндегі, өтпей ме өмір той көппен, оқиға жағдай ойлеткен, өксиді бүгін кешегі, сүйкімді сұлу бой жеткен. Көңілі аппақ, таудаппақ, толы бет гүлге қаулаппақ, өзіңді сүйген жүректі өзгеге қалай жаулатпақ, тәрк етіп барлық дәулетін, күл-талқан етер сәулетін, қиналды қиды туысқан, аяулы аймақ әулетін. Жылатып алшы мені жыр, жүр алмас пенде тегі құр, кетті ғой солып бір демде, жайнап-ақ тұрған еді гүл, болғанша тірлік боданы, жөн екен деймін одағы, әз тұтқан кісі көңілін, мұңайтты қалай оңады. Өзіне үкім шығарып, адами жүрек шын алып, мұңайып көңіл тұрса да, біреуге бақыт сұрадық, тілеуін тілеп сыртынан, жасырып жақсы жұртынан, жарқ етіп жасын найзағай, жыр кетті шығып құлпыдан, ұйқыдан ойсыз ояндым, жүрегім екен жұлқыған.